Дәл осы күні 1949 жылы 29 тамызда Семей халқы күнделікті қораздың шақыруымен емес, Сталиннің ақыруымен оянды. Халықтың келісімін алмай, ешкімге ескертпей, соның ішінде Семей облысының 200 мың халқының сұрауынсыз таңғы 7-де тасталған отты доп 40 жыл бойы жасалған 400-ге жуық сынақтың ең алғашқысы еді. Бәрін басынан бастайық. Екінші дүниежүзілік соғыс бітер тұста Америка құрама штаттары өзінің қарсыласы Жапонияның Хиросима қаласына 6 тамыз күні атом бомбасын тастады. Араға 3 күн салып, Нагасаки қаласын тағы да атқылады. Бұл Америка құрама штаттарының өзінің өзге елден үстем екендігін көрсетті, және де басқа әлем елдерін қорқынышқа ұстап отырды. Осы сәтте Сталин атом бомбасын жасауды жеделдетуге тапсырма берді. Бұл істің жауапкершілігі Берияға берілді. Іс бітіп енді атом бомбасын сынақтан өткізу проблемасы туындаған кезде әрине бұрынғыша қазақ даласын сынақтан өткізу жерінен алдырды. Тасталмақ болған атом бомбасы Америка құрама штаттарының Нагасакиге тастаған атом бомбасынан артық болмаса ешқандай кем болмады. Сынақ алаңында көптеген құрылыстар жасалып, атом бомбасының қаншалықты деңгейде екенін білу үшін көптеген өлшеуіш құралдар да салды. Тіпті көп этажды үйлер тұрғызып, қалаға ұқсатып бақты. Мост да салды. Және де жан-жануарларды окоптарға салып, үйлерге орналастырып, тіпті танкіге де салған болатын. Сөйтіп жүріп 29 тамызда келді. Таңғы сағат 7. Бұйрық берілді. Басталсын. Осы 1949 жылғы сынақтан бастап қазақ даласына үлкенді кішілі жерасты жерүсті көптеген сынақтары жүргізіліп отырды. Бұған халық қарсы шықты, митингтер жасады, тіпті ұлт қозғалыстары да пайда болды. Әрине, бұның нәтижесі немен аяқталды? Нәтижесі 1991 жылы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Семей полигон жабу туралы жарғысымен аяқталды. Қазірде Қазақстан атом бомбасынан ең алғашқылардың бірі болып, өз еркімен бас тартқан елдердің бірі де бірегейі, және бейбітшілік үшін өз үлесін қосып жатырған тату ел. Соңында тарихтан сабақ алайық. Әлемде соғыс болмасын. Соғыстан пайда тапқан халық жоқ. Сіздермен бірге болған Факт Мак арнасы. Видеоны ұнаса лайк басып, комментарий жаз, каналға тіркеліп кетіңіз.